Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Сіздермен бірге мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы кафедрасының аға оқытушысы Танабаева Гүлмира Төлебаевна. Сіздерге мектепке дейінгі білім берудегі ұлттық мәдени құндылықтар пәнінен дәріс оқимын. Бізде бүгін 13-ші лекция. 13-ші лекцияның тақырыбы 19 ғасырдағы ұлттық мәдени құндылықтарымыздың қалыптасуы және дамуы. Осы тақырып аясында төмендегі мәселелерді қарастырамыз. Бірінші мәселе: Шоқан Уәлиханов қазақ халқының салт дәстүрлері туралы еңбектері. Екінші: Ыбырай Алтынсариннің тәлімгерлік мұралары. Үшінші: Абай Құнанбаевтың педагогикалық көзқарастары. Шоқан Уәлихановты сіздер барлықтарыңыз мектеп қабырғасынан білесіздер. Ұлттық мәдени құндылықтар орыс батыс елдерінде 17-18 ғасырлардан бастап қолға алынған болса, қазақ халқының ұлттық мәдени құндылықтарын зерттеу жайын ғылым ретінде қалыптасу тарихы 19 ғасырдан бастау алды. Оған өз үлесін қосқан ғұламаларымыздың бірі бұл Шоқан Уәлиханов болып табылады. Шоқан Уәлиханов қазақ халқының мәдениеті мен әдебиетінен жан-жақты зерттеп, ұлттық ағарту ісінің негіздеріне ғылыми еңбектермен үлес қосқан дарынды ғалым. Әл-Фараби, Жүсіп Баласағұннан соң 7 ғасырдан кейінгі қазақтың 19 ғасырдың тұңғыш ғалымы. Шығыстану ғылымына елеулі үлес қосқан үшін Шоқан Уәлиханов 22 жасында орыс география қоғамының толық мүшесі болды. Данышпан ғалым қазақ халқының жаттап алу қабілетін, шешендігін жоғары бағалады да, сондай қабілеті бар халыққа сауаттылық пен ғылым үйренудің қажет екендігін дәлелдеп берді. Халықтың мұңы мен сырын, арманын жалғайтын жыраулардың жырлары өнегелік, бірден-бір құнды құбылыс дейді Шоқан Уәлиханов. Сөйтіп, ол жыршылардың ерекшеліктерін айқындайды. Ол шығыс халықтарының, оның ішінде қазақ халқының салт дәстүрін, әдет ғұрпын, діни наным сенімдерін, фольклорлық шығармалардың шығу тарихы мен өзіндік ерекшеліктерін зерттеуге арнап, Сібір қармағындағы қазақтардың сот реформасы туралы запискасы, Жоңғария очерктері, Қырғыздың Манас жыры туралы, шаман дінінің қазақтар арасында қалдығы және тағы да басқа еңбектерін жазған. Әсіресе қазақ халқының 4 түлік малды киелі жануарлар ретінде қастерлейтініне, соның ішінде жылқы малын 7 қазынаның бірі деп танып, қатты қастерлейтініне, сүйсіне қарап ұрпаққа беретін ұлттық тәрбиенің осы бір қасиеті бөлімін білуді уағыздайды. Тіпті мал сатқан қазақтың әр малының сілекейін сүртіп алып қалуы малды сүю ғана емес, оны киелі деп есептеп, мал күту шаруашылығының келешек ұрпақты тәрбиелеудің белгілері деп көрсетеді. Сондай-ақ аққуды атпа, үкіні үркітпе, көк қарғаның ұясын бұзба, құстың жұмыртқасын жарма деген тыйымдардың зор экологиялық патриоттық тәрбиелік мәні бар екенін жастарға үлгі өнеге тұтады. Сонымен қатар 19 ғасырда қазақ әліппесінің алғашқы негізін салған педагогтарымыздың бірі Ыбырай Алтынсарин өмір сүрді. Қазақ халқының Әл-Фарабиден кейінгі ұлы педагогтарының бірі осы Ыбырай Алтынсарин болып табылады. Ыбырай Алтынсарин 1850-57 жылдары Орынбор шекаралық комиссиясын оқып бітіріп қазақ даласында ағарту жұмысына белсене атсалысады. Жаңашыл педагог батыс шығыс әдебиет мен мәдениетін жан-жақты зерттеп, оны қазақ халқы үшін пайдаланды. Ыбырай Алтынсарин қазақ әліппесін ұлттық ерекшеліктерге сәйкес құрып, қалыптастыруға көптеген еңбектерін арнаған. Ол үшін ұстаз кириллица нұсқасын алып, оған қазақ дыбыстардың әріптерін белгілеп қосуды ойлайды. Сөйтіп, алғашқы хрестоматиясы шығарады. Өйткені 1000 жылдан астам қазақ жазуында қолданылып келе жатқан араб әліппесі қазақтың ұлттық формасына сәйкес ендірілмеді. Бұл жайлы белгілі ғалым, тілші Ахмет Байтұрсынов та кейіннен өз еңбегінде ерекше атап өткен. Қазақтың мектептерінде 1940 жылға дейін бізде
араб латын жазуымен қолданылып келсе, кейіннен бастап бізде кириллица жазуы қолданылып, ұстаз, ақын, жазушы бала оқыту мен тәрбиелеуде кеңінен пайдаланған. Сонымен қатар Ыбырай Алтынсарин балалар тәрбиесінде халық ауыз әдебиетінің үлгілерінің өзіндік ерекшелігі, орны жайлы да кеңінен атап өткен. Ыбырай Алтынсарин ең алғаш балалардың жас ерекшелігін ескеріп, қазақтың батырлар жыры Қобыланды батыр жырынан Тайбұрылдың шабысы деп үзінді келтіріп балаларға ұсынылған. Қазақ хрестоматиясы атты еңбегінде Ыбырай Алтынсарин тек қана халық ауыз әдебиетін үлгілерін, аудармаларын ғана жинап қоймай, сонымен қатар өзінің ағартушылық педагогтық бағыттағы шығармаларында ұсынып отырған. Енді қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаевтың да қазақ халқының өркениетіне, мәдениетіне қосқан үлесі орасан зор. Қазақ халқының жазу әдебиетінің негізін қалаушы ұлы ақын Абай халықтың ағарту ісін өркендету үшін шығыс және батыс мәдениетін жан-жақты зерттеп, сол мәдениет негіздерін өз халқына үлгі өнеге етіп көрсете білді. Абай шығыс мәдениетінен ғылым негіздерін, көркем әдебиетті үйренуді уағыздады. Абай өлеңдерінің эстетикалық, тәрбиелік мәні зор. Абай шығармаларында, табиғат лирикаларында табиғат пен адам бейнесі, іс қимылын ақын үйлестіре жырлап, әрі табиғат көркемдігіне оқушы мен тыңдаушыны қызықтырады, әрі сол кездегі адам бейнесін суреттеп, көркемдікті, адамгершілікті сезіндіре, әсерлендіре тәрбиелейді. Абай өлеңдері еңбекке, ғылым, өнер үйренуге, адамгершілікке тәрбиелейді. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз, дейді. Абай мінез құлыққа, бала тәрбиесіне де байланысты өлеңдерде жазған. Қыздар жақсы болмайды көркі менен, мінезіне көз жетпей көңіл бөлме деп атап өткен. Абай оқып үйрену, білім алу үшін 3 нәрсені білу керек дейді. Ықылас қоя тыңдау керек, тыңдағанды бірнеше рет ойда қайталау керек, ой кеселдерінен сақ болу керек дейді. Абай бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөледі. Ата-анаға көз қуаныш, заман ақыр жастары, 8 аяқ, сабырсыз, арсыз еріншек деген өлеңдерінде жастарды әдепті болуға, сөз қадірін білуге, сабырлы, арлы, еңбекшіл болуға шақырады. Ұлы Абайдың қара сөздері қазақтың ұлттық педагогикасының асыл арналары болып табылады. Данышпан ақын қара сөздері арқылы да өзінің дүние танымдық тәрбиелік ойларын балаларға ұлттық дәстүрлер мен әдет ғұрыптардағы тіршіліктен іс-әрекеттік кемшіліктерді кесіп айтып, елді түзеп, елді тәрбиелеуге терең ой жұмсаған. Абайдың бірінші қара сөзінде ойшыл адам атты ойларын қағаз бетіне түсірсе, ол да тәрбие десе. Екінші қара сөзінде халықтың қасіретсіз өмір сүру үшін басқа халықтардан үлгі алып, ұрпағын еңбекке тәрбиелеуін уағыздайды. Абайдың үшінші қара сөзінде қазақ халқының бірінің біріне қаскүнем болатынын, бірінің тілеуін, бірі тілдеспейтінін, рас сөзі аз болатынын, қызметке таласқым жоқ, өздерінің жалқау болатындарының себебі не деп, оның ұлттық кемшіліктерін атап көрсетеді де, мұның бәрі тек малды ойлап, бірлікке бейімделіп, еңбекке дағдыланып, жағымпаздық пен жалқаулықтан аулақ болу керек екендігін уағыздайды. Абайдың жетінші сөзінде жас баланы тәрбиелеуден бастап, бүкіл ұлттық өмір тіршілікте көбінесе жан азығына, білімге, өнерге, әсемдікке ерекше көңіл бөліп, елді надандықтан арылтуды өсиеттейді. Абай сонымен қатар шебер аудармашы. Ол басқа халықтардың өлең жырлары мен аңыз әңгімелерін еркін аударып, әлемдік өнер мен ғылымды, адамгершілікті, достықты жастарға үлгі өнеге етіп көрсетті. Абайдың Крыловтан, Лермонтовтан, Пушкиннен аударған аудармалары бар.
Абай ұлттық мәдени құндылықтарға үлкен мән беріп, оның озық үлгілерін насихаттайды. Туғанда дүниесігін ашады өлең, өлеңмен жер қойнына кірер денең. Шілдехана жырынан бастап жоқтау жырына дейін барлық рәсімдер өлеңменен өрнектелетінін тебірене сөз етеді. Яғни қазақ халқының өзіндік салт дәстүрін көрсетеді десек болады. Қорыта келе Абай дана, жеке тұлғаның өзін тәрбиелеуіне аса зор мән беріп, барлық шығармаларын сол тәрбие жүйесінде лайықтап жазуы қазақ халқына қалдырған мәңгі өшпес асыл мұрасы болып табылады. Қорыта айтқанда, 19 ғасырдағы қазақ мәдениеті мен өркениеті қарқынды дамыды. Оған ұлы қаламгер педагогтеріміздің еңбегі орасан зор. Ұрпақ тәрбиесіндегі басты ұстаным тәрбиелеудің ұлттық жолдарын саралап, айқындап, бала бойына сіңіре білу. Яғни бала бойына ұлттық құндылықтарды сіңіре отырып, адамгершілікке тәрбиелеу. Өйткені ұлттық тәрбиенің мақсаты болашақта ұлттық сана сезімі жоғары, өз ұлтының салт дәстүрін, тарихын, мәдениетін жақсы білетін, сүйетін, ұлттық құндылықтар мен жалпы адамзаттық құндылықтарды ұштастыра білетін ұлтжанды тұлға тәрбиелеу, ұлттық санасын ояту, өз ұлтының ана тілін, дінін, мәдени мұрасын меңгерту, бала бойына жанашырлық, сенімділік, шыдамдылық, намысшылдық тәрізді ұлттық мінезді қалыптастыру. 19 ғасырдағы біздің педагогтарымыз, ғалымдарымыз осы мәселені кеңінен өз еңбектерінде көрсете білді. Осы тақырып аясында пайдаланған әдебиеттер тізіміміз осы. Сонымен қатар сіздер Шоқан Уәлихановтың, Ыбырай Алтынсариннің, Абай Құнанбаевтың жеке шығармаларын алып та пайдаланып таныссаңыздар болады. Назар бөліп тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет.